Сәлем, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін менде распаковка болып, мына жерім бардақ болады. Маған мынадай чугун қазан келді. Вай, еще ішіне мынандай прихваткілеріне дейін салып жүрген ғой. Ал бізде көптен өткен распаковка болып жатыр. Не де ойлайсыздар деймін. Ол бізде әдемі екен. Бізде неше 20-дан өтеміз ба? 20-дан дедім ғой. 20 мыңнан тұр дедім. 180-де 200. Мынаның ішіндегісі бір плюсы. Мына жаққа су қойғанда өтпейтін астына. Асты мынандай кленка сияқты. Су өтпейтін. Арнайы китайский брендтен алдық. Өте сапалы. Резинкасы бар мен шетінде. Ұстап тұрады диванға. Қазір жайып, диванға көрсетеміз. Цветі өте әдемі материал, хлопок. Байтымызға төсеп қойдық. Міне көрдіңіздер ма? Плотно тұрады. Прямо күшті болып тұрады. Енді тек осының үстіне ұқтай берсеңіз де болады. Мына бала сип, кішкентай баласы барлығы прямо таптырмас сатты. Бала сип қойса, мына сідік астына өтпейді. Прямо күшті материалда суперский екен. Бізде 20 мыңнан жоғары тұрған заттар мыналар. Тапсырыс беремін десеңіздер, жекемен міндетті түрде жазыңыздар. Менде ондай сумасшедший бағалар жоқ енді. Прям күшті екен. Плотно тұр, 180-де 200 мына. Ал, күшті. Ішінде осындай упаковка, коробкасын өзін қараңыз. Осындай ложкасын салып жүрген подаркіге. Коробкасын өзі әдемірек упаковка. Апа бар екен. Неше диаметрі? 26 сантиметрлік бұл. Бізде Қазақстанда 30-дан жоғары тұр. Мен қаншаға алды деп ойлайсыздар, жазып кетіңіздер. Ал, кіршікісінің өзі аппа болған ғой. Цветін қараңызда күшті да. Франция. Именно Франция еліне арнап шығарып. Берсе біз қолданатын боламыз. Бұл не деп аталады? Железная мастерская деп аталады брендтің аты. Мына екі ұстайтын прихваткасына дейін салып жүрген ғой ішіне. Инструкциясы бар. Инструкциясына қарап, бұны арнайы қазір өзінің күтіп ұстайтын заттарын суат орнайды. Оны қараңыздар. Күшті. Біздің отбасымызға болады енді. Кәдімгі бауыр. Прямо енді качествосы контур көзбен. Қараңыздар. Енді күшті тамақтар жасайтын боламыз. Күшті. Арнайы инструкциясы бар. Ішінде бүкіл заты бәрі жазылған. 100% чугун материалынан жасалған. Сырты эмалированный. Ішінде міне эмаль жоқ, яғни таза чугун. Көп тұрыстыр покрытиясы. Бұны арнайы күтіп ұстамасаңыз, кәдімгідей неғылды. Бұзып аласыздар. Арнайы өзінің инструкциясына қарап отырып, қалай күту керек, қалай тамақ жасау керек, барлығы осыны сақтап отырсаңыздар, сізге көп жылға қызмет жасайтын қазанның түрі. Яғни ешқандай денсаулығыңызға зиянын келтірмейді. Қазіргі біздегі покрытиямен жасалған неделерден өте сапалы, өте жоғары, яғни сапасы ақшасына тұрады.
әртүрлі түстері бар екен, бірақ бізге осы түс ұнады. В наличии болған түстерінен осы түстер ұнады. Осындай көк түс, фиолетовый, міне 5 түрлі, 4 түрлі түсі бар екен. Бізге осы ұнағаны осы болды. Кастрюлькілері де бар, бірақ барлығы бұның чугун. Күшті, бұйырса дәмді аш жасап сіздерге жақсы видео түсіретін боламын. Түрімді көрсетіп қояйын. Кеше өткенде ауырғаннан бері бірнеше уақыт болды. Сториске шықпағалы, блог түсірмегелі. Сонымен бүгін кеше ем-домның соңғы күні бітті. Әзірге дәрілерімді ішіп жатырмын 2 апта. Сол біткесін бұйырса рентгенге түсіп, толық кетті ма, кетпеді ма, жаңа гайморитім. Соны білеміз. Алғанға дейін менде қазір Аллаға шүкір, состоянием жақсы. Ал даусымда шығып, күшті, мұрнымда бітелгені басылып, күшті болып қалды. Оның үстіне бүгін жаңа чугун қазан келіп атқасын, прям настроением топ тұр деп. Сол бізде хабар ешқандай жоқ. Сол ем-дом бітті деп өзім бүгін влогқа, аяқ астынан влог түсіріп кеткенсің ғой, сол қазанды. Мына жерді жинастырып, қазір намаз оқып, нан илеп, біршама шаруаларды атқарып тастау керек. Омарларға бүгіннен бастап каникул бір апта бойы үйде пока. Сол не болды? Кішкен қарай тұрка отырғанша, сосын аяғылам. Намаз оқып болғасын аламыз. Балдар намаз оқығанша телефон қарай тұрады бізде де. Күнде обедтен кейін телефон береміз 1-2 сағатқа. Сол зарядкам отырып жатыр деп Омар өзінің хабарын айтып жатыр ол жақта. Сол мына бардақтарды жинайық. Бүгін бізбен бірге болыңыздар, өте қызықты болады деп ойлаймын. Деп бүгін палау істейін деп жатыр. Мен бірінші рет осы қазаныма. Қазір жаңа инструкциясын қарадым. Ешқандай қыздырып ештеңе зат етудің қажеті жоқ екен. Моющие средствомен бір жуып алады екенсіз. Сосын жай және орташа отта ғана пісіреді екенсіз. Қатты жандыруға, астын күйдіруге болмайды екен. Сосын май жағып қойып, еттеріңізді қуыра бересіз. Яғни ет өзінің несінде соғында піседі деген сөз ғой, в общем. Мына специально өз сондай металл жаңағы еттің артық майсыз, яғни өзінің сұйығында пісіп күшті қып жаңағыдай тушиться етеді дейді ғой жаңа. Түсіндіре алмай тұрмын мен де қазақшалап та. В общем, қазір процессті көреміз бірге. Ет енді біріншісінде ол міндетті түрде жабысады деді. Өйткені чем көбірек істеген сайын мына чугунның качествосы күшейеді деді. Ал бисмилля деп алғашқы етімізді қуырып жатырмыз. Қазір мына өзі қызарғасын, мына өзі түсіп қалады екен да. Аударамыз. Аударған кезде де мынандай обязательно ложка, яғни темір болмау керек. Енді пластик жақсы отқан жоқ, оны өзінде. Өзінің соғында демелеп пісет жіберді. Еті майлы болғасын менде көп май қойған жоқпын. Өзінен бөлініп шығу керек майларының барлығы. Өте дем көрінеді да. Менің күрішім не істеп жатыр екен. Балқып пісіп, балқып. Ауа райы көктем болып тұр, көктем. Машалла, қандай күшті. Керемет болып тұр ауа райы. Аспанның өзі қандай көкпеңбек. Мына жерге нанымды илеп қойдым.
как всегда, рецепт бойынша жасап көргендеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мына жақта гүлдеріміз, мына жердің бәрін далаға шығару керек, мынаның бәрін апарып тастау керек. Так, қосылып болып жатыр. Өйстіп арасына тірі жасағанда қосып қойып, тыңдап отырамыз да. Даже Омарға дейін аттарын біліп алған ғой, құрысын. Қарап өтсең, бұлардың проблемасы проблема емес та. Бұлай қарап өтсең. Уже осының бәрін көріп тастағасын ба, десең басымен өтіп кеткесін ба. Енді жас қой, жасы да бар, кәрісі де бар, бірақ арасында кейде пікір айтқандарға вообще келісе алмайсың ғой. Сондай. Қой, кухнямды реттестірейін. Сіздерге қазір тамағым дайын болған кезде шығамын. Күрішімді салдым. Енді кішкене суы не болсын деп, мен өстіп пісіп қоям. Ортаға жинаймын да, углубление жасап, крышкасын плотно жауып тастаймын. Сол өзінің буымен өзі піседі. Машалла, күшті шығып жатыр, осының өзінде де. Іштеңе жабысып жатқан жоқ. Тамаша. Дәмі де дерзко. Иісі күшті шығып жатыр енді прям. Сөйтіп ортаға жинаймыз. Әр жерден углубление жасаймыз. Сөйтіп артық парлар, сулар шығсын деп. Осы техниканы мамам үйретеді бұрын. Күріш басқан кезде. Арасына углубление жасап кетеміз. Крышкасын жауып қоямыз. Плотно. Онда иілеп, ашытып, көтерілуге қойып қойдым. Жұмыртқасын жағып, бұны да салып тастауым керек. Прямо мягкий күшті болып тұр. Наным пісті, мен намаз оқып болған дегенше енем шығарып қойды. Күшті ғой, күшті. Кімнің наны десейші, кімнің наны? Ай, ысы. Вах, қолым келіп жатыр. Нан баткенше жүріп біз ол ужас деп сындырып жеріміз. Дастархан жасауым керек. Ұпысы бұл шығып жатыр. Ал, бисмилля, тамағымызды арайық. Тадам! Вау! Кімнің күріші мынау, кімнің күріші. Түрінен ақ қойып тұрған жер уже төгіліп тұрған. Так, сығымызды алайық. Араластырайық, астын көтерейік. Чай қайнап жатыр.